Египетте апатқа ұшыраған А321 ұшағы ауада қираған, бірақ әзірге нақты шешім шығаруға ерте. Бұл туралы мемлекетаралық авиациялық комиссияның атқарушы директоры Виктор Сороченко мәлімдеді. Ұшақтың қалдықтары 20 шаршы шақырым аумағына шашылып кеткен. Ресей төтенше жағдай министрлігінің құтқарушылары сынықтарды ұшқышсыз аппарат арқылы іздемек. Апат себебін тексеру халықаралық комиссия, Росавиация және египеттік биліктің қатысуы арқылы жүргізілуде. Ресейлік Кагалым авиакомпаниясының Шарм-эль-Шейх Санкт-Петербург рейсіндегі А321 ұшағы 31 қазанда апатқа ұшырады. Лайнер солтүстік Синай провинциясының маңына құлаған. Бортта 7 экипаж мүшесі және 217 жолаушы болған еді. Каирдегі египеттіктер мен орыстар Ресей елшілігіне гүл әкеліп жатыр. Санкт-Петербургте 1-3 қараша аралығында қаралы күн жарияланған. Түркияда мерзімінен тыс өткен парламент сайлауының нәтижесі шығарылды. Елдің орталық сайлау комиссиясының мәліметінше бюллетендердің 99%-ға жуығы өңделіп, биліктегі Әділдік және даму партиясы жеңіске жетті. Оған 49,4% дауыс берілген. Партия лидері және премьер-министр Ахмед Давутоғлының туған қаласы Коньеде жеңісті атап өтуге жиналғандардың митингі өтуде. Премьер-министр жиналғандарға алғыс айтып, сайлау нәтижесін демократия көрінісі деп мәлімдеді. Енді Түркия астанасы Анкараға да келіп, қолдаушылармен кездесуі қажет. 10%-лық барьерден өте алмаған кандидаттарға берілген дауыстарды қайта бөлгенде, президент Реджеп Тайып Эрдоған мен премьер-министр Ахмед Давутоғлының партиясы парламентте тағы да абсолютті орынға ие болды. Енді олардың бір партиялық үкімет қалыптастыруға әбден мүмкіндіктері бар. Қытайда бір отбасы бір бала саясатының кері шегерілуі инвесторлар мен қарапайым тұтынушылардың әрекетіне белсенді түрде әсер етуде. Ертеңіне жаялық балалар тамағы мен арба сатушылардың акциялары өсе түскен. Сарапшылардың сөзінше, екінші балаға ие болу мүмкіндігі тұтынушылық сұраныстың құрылымын өзгертеді. Енді олар iPhone мен Samsung сатып алуды азайтып, арзанырақ қытайлық телефонды таңдайды. Ал үнемделген ақша балаларға қажетті ұсақ түйек сатып алуға жұмсалады, дейді USA China Partners компаниясының бас директоры және президенті Савио Чан. Мамандардың бағалауынша, Қытайдағы туу көрсеткіші жылына 3-6 миллион адамға дейін көбеюі мүмкін. Бұл тұтынушылар шығыны 19-дан 38 миллиард долларға дейін, яғни 4-6%-ға дейін өсетіндігін білдіреді. Өткен аптаның жұмасында Гонконг биржасындағы саудада балаларға күтім жасайтын тауарлар өндірушісі China Child Care компаниясының акциялары 40%-ға дейін жоғарылап, мүшеқап өндіруші Акамото кәсіпорнының құнды қағаздары 10%-ға дейін төмендеді.